Бұл масқаралықты тоқтатыңдар деп айтып жатқанымызда көп жылдың уақыты болды, бірақ әлі тоқтаған жоқ. Мынау СВП, яғни судно-воздушный подушка деген NCOC-дің гигантский бір қайығы драндулет, 2 вентиляторы бар. Сол мына жайықтың үстімен жүргенде не то что судың астындағы тіпті балықтар өлекселер судың мұздың бетіне шүпірлеп шығып кетіп жатыр. Мынау кеше 23 күні ақпан күні Приморскийден анау теңізге қатынаған түрі солардың. Мұзды сындырып 25-30 сантиметр болатын мұзды сындырып, салдарынан балықтар мұздың бетіне қалқып шығып, мұздың бетіне шығып қырылып қалып жатыр балықтар. Өліп жатқан балықтар сазан, карась, ондай живучий балықтардың өзін өлтіріп тастап жатқанда білмеймін мен. Мына судың бетіне шығып жатқан түрі, ал судың астында не болып жатыр? Бізге беймәлім. Осыны айтып жатқанымызға, осыны тіпті тоқтатсын деп жатқанымызға көп жылдың уақыты болды, бірақ әлі де тоқтаған жоқ. Анау ихтиологтар, анау ғылыми зерттеу орталығы, алдыңғы жылы Арман Харюлин депутат сол барып та түсірді зерттеп. Мен де айттым мынағынан, бірақ әлі тоқтаған жоқ. Міне салдарын көре беріңіздер. Бұл жүрген кезде бәленбай децибелмен ана не то что балықтың миын мипала қылады. Бұл дейтін балықтың жүрегін жарып тастауы мүмкін. Құдай біледі, бірақ қалай не болып қалған. Мына өліп қалған балықтар бәрі комиссияға кетті зерттеуге. Қалай өлген енді солар анықтайтын болады. Бірақ бұны тоқтату керек бұны. Бұл масқаралықты тоқтату керек. Судың астында не болып жатқан білмейміз. Қаншама тонна балық қырылып жатса да Құдай білсін. Бірақ біз айтып келеміз, тоқтатсын, тоқтатсын деп. Бұның даусы не то что гүрілдеген кезде тіпті адам да тұра алмайды ананың қасынан. Бірақ осыны тоқтату керек те ағайын.